Сәлем достар, өткен сабағымызда біз осындай 6 бұрышты мотив тоқыған болатынбыз. Бүгінгі мастер-класста біз осы мотивтерден аяқ киім, үйге киетін аяқ киім тоқитын боламыз. Ол үшін бізге осындай мотивтен 6 данасы қажет және ұлтарақ. Осындай ұлтарақтың тоқу әдісі менің каналымда бар, төменге ссылкасын қалдыратын боламын. Ең алдымен біз бізге қажетті размерге мотивтің көлемін анықтауымыз қажет. Ол үшін ұлтарақты ұзындығынан өлшейміз. Шыққан санды 2-ге бөліп, оған 2 сантиметр қосамыз. Менде 24 сантиметр, 2-ге бөлсем 12 сантиметр болады. Қосамыз 2 сантиметр, сонда 14 сантиметр. Сонда менде мына басына дейін 14 сантиметр болуы керек. Егер сіздерде 12,5, 13,5 деген көрсеткіш шықса, оны көптеу жағына қарай дөңгелектеп ала берсеңіздер болады. Енді біз мотивті құрастыруымыз керек. Мінекей, осылай. Осылай қосуымыз керек. Ортасындағы мынаған өткіземіз крючокты. Мынадан да ортаңғысы мынаған өткіземіз. Осылайша әрбір петляны беттестіріп, мына жағындағы мынау 3 столбик шығып тұр ғой, бір столбиктен, мына біреуінен 3-еу шығып тұр. Осының мына ортасындағы дейінгіге дейін біріктіріп тоқимыз. Мына ортаңғы петляға келдік. Енді осыған тағы да крючокты өткіземіз да, келесі мотивті қосамыз. Бұның да мына ортасындағы петляны алып қосамыз. Осылай беттестіріп, бұны да тоқимыз. Мына жердегі мына петлямен мына жердегі петля беттесуі керек. Алдыңғы жағын қосып болдық. Енді мынау өкшегі жағынан да солай біріктіреміз. Ортаңғысына. Аяқ киіміміздің үстіңгі бөлігі дайын болды. Енді оны табанымен біріктіретін боламыз. Ортасын тауып аламыз алдынан. Осылайша айналдырып тоқып шығамыз. Біздің аяқ киімдер дайын болды. Осындай әдемі болып шығады. Табаны су өтпейді, бұл дермантин. Сіздер де тоқып көріңіздер, өте оңай.
Бұл бізде алты бұрышты мотив. Алты бұрышты мотивтердің түрі өте көп. Олардың бірі мынандай гүл тәріздес. Алда осы мотивтің мастер-классын салатын боламын. Бұның да табаны. Және мынандай түрінен де бар. Бұл да алты бұрышты мотив. Өте оңай. Кішкентай балаға бұғымен жасауға болады. Бұның да табаны ұлтарақ пен дермантин. Алды тағы осы екі мотив бойынша сабақтар болады. Жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.